Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге пайдалы восточный пирог дайындайтын боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Сіз білмейтін құпия әдістермен бөлісемін. Ең алдымен ұнымызға бөлме температурасындағы сармайымызды салып, бейнеде көрсетілгендей үгітіп шығамыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қопсытқышымызды салып, барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Ең соңында 30 грамм сармайымызды ерітіп алып, үгітілмелі қамыр жасаймыз, яғни песочный тесто жасаймыз. Песочный тестомыз дайын болды. Формамызға орналастырамыз. Жақсылап барлық жерін біркелкі қылып, орналастырып шығамыз. Текстурасы әдемі болу үшін вилкамен жанын тегістеп шығамыз. Салмасына кептірілген жемістерімізді саламыз. Менде грецкий орех, мейіздерімізді алдын ала жуып, турап аламыз. Сонда әдемі шығады пирогымыз. Енді пирогтың үстіне сгущенка құямыз. Сгущенкаларыңыз сапалы, жақсы болу қажет. Менде Алексеев сгущенкасы. Сіздерге кеңесім, сгущенкаларыңыз бейнеде көрсетілгендей қою болу қажет. Сонда пирогтарыңыз ойдағыдай болып шығады. Қасықтың көмегімен бәрін біркелкі қылып араластырып аламыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минут пісіріп аламыз. 35 минутта пісті. Осындай әдемі шығыс пирогы өте дәмді. Формамыздан ажыратып аламыз. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызға және сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте оңай пирог, шаймен ішкенге жақсы, восточный пайдалы пирог. Жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қоңырау батырмасын басып, тіркелуді ұмытпайық. Сау болыңыздар.